Ассалаумағалейкум, құрметті бокс жанкүйерлері. 61 келі 200 грамм бүгінгі күнде кәсіпқой бокс нарығында жұлдыздарға толы салмақтардың бірі болып есептеледі. Әйгілі промоутер Top-Rank промоутерлік компаниясының басшысы Боб Арум Джервонта Дэвиске қарсы өзінің компаниясынан қарсылас атанатын 3 боксшысы бар екенін айтты. Біріншісі Ломаченко, екіншісі Шакур Стивенсон, ал үшіншісі Лопес. Ол өзінің боксшылардың қай-қайсысы болса да Джервонтаны жеңетініне сенімді. Егер де боксшылар арасында ақша мәселесіне байланысты, пайыздар мәселесіне байланысты келісіп жатса, ары қарай жекпе-жек ұйымдастыру түк қиын емес дейді. Сауд Арабиясының инвесторлары ерекше қызығушылық танытып отқан көрінеді. Егер де боксшылар келісе алса, жаз айларының бірінде атап өткен Top-Rank'тың 3 боксшысының бірі Джервонта Дэвиске қарсылас атануы мүмкін. Енді менің өзімнің жеке ойым бойынша Ломаченко Камбоспен жекпе-жек өткізсе, Шакур Стивенсон Райан Гарсия мен Ромероның жеңімпазына қарсылас атануы әбден мүмкін. Бізде қалып тұрған үшінші вариант ол Лопес. Лопес пен Джервонтаның жекпе-жегі барша бокс жанкүйерлеріне қызық және тартысты кездесу болады деп үміттенемін. Аса ауыр салмақ дәрежесіндегі жаңалықтарға тоқталатын болсақ, WBA чемпионы Мануэль Чар болгариялық Кубрат Пулевке қарсылас атанады екен. Олардың жекпе-жектеріне байланысты инсайдерлердің айтуы бойынша бүгінгі күнде контрактқа қол қойылған жекпе-жек наурыз айында өтеді екен. Одан бөлек осы аса ауыр салмақ дәрежесінде Энтони Джошуа мен UFC-дің бұрынғы чемпионы африкалық Нгану арасындағы кездесу 8 наурызда Сауд Арабиясында өтетін болады. Ол жекпе-жекке қатысты Нгану бүгінгі күнде өзімнің лагерімді, яғни жаттығу лагерімді бастадым. Өзімнің жеңетініме өте сенімдімін. Бұл жолы Энтони Джошуа өзінің ауылына жеңіліспен қайтады деп сенімді пікір қалдырған екен. Және оның айтуы бойынша маған Усик пен Фьюридің жеңімпаз емес, маған Фьюри керек деп нық мақсат қойған екен. Фьюримен қарымта жекпе-жек өткізу үшін Энтони Джошуаны жеңіп, еңбегімді сіңірем деген пікірлер де жоқ емес. Ал Фьюриге келетін болсақ, бүгінгі күнде Александр Усикпен аса ауыр салмақ дәрежесінде абсолютті чемпионды анықтау мақсатында Эр-Риядта өзінің жаттығуларын жалғастырып жатыр. Олардың жекпе-жегі 17 ақпан күні орын алатын болады. Естуімізше алдыңғы аптада Тайсон Фьюриге спарринг партнер ретінде енді стиль жағынан, бойы, салмағы келіңкірейтін боксшылардың бірі австралиялық бұрынғы IBF чемпионы крузервейтте өнер көрсететін Джей Апетай таңдаған екен. Бүгінгі Апетай Фьюриге көмектесіп жатыр. Ал Усик болса өзінің лагерін Европаның Испания елінде жаттығуларын жасап жатыр. Атап өткен жекпе-жектерге байланысты өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, төменге қалдырып кетіңіздер. Жеңісті күндер көп болсын. Баршаңызға сәттілік.